Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қазіргі таңда өте көп сұранысқа ие болып жүрген торттардың бірі красный бархат тортын дайындайтын боламыз. Корждары өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Тортымыздың корждарын жасау үшін бізге ұн, айран, қант, сұйық май, жұмыртқа, сары май, қопсытқыш, ванилин, какао және қызыл бояғыш керек болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң құрғақ таза ыдысымызға сармайымызды салып, сармай бөлме температурасында болу керек, үстіне қант салып, миксермен ағарғанша араластырамыз. Сонан соң жұмыртқаларымызды бір-бірден қосып отырып, жақсылап миксерлейміз. Енді үстіне сұйық майымызды құйып және миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз дайын. Енді айранның үстіне бояғышымызды қосып араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамызға құрғақ ингредиенттерді міндетті түрде електен өткізіп, айранмен бірге кезектестіріп, аз-аздан салып отырып араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Менің каналымда көптеген видео рецепттер бар, және де тағы салып отыратын боламын. Ең соңында массамыздың жан-жағын лопатканың көмегімен жинап, және бір миксерлеп жібереміз. Міне осымен массамыз дайын. Дайын болған массаны өлшеп, теңдей 4 бөлікке бөліп алып, 24 диаметрлі формада 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне корждарымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ, ешқандай пропитканың керегі жоқ. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантты салып, қант ерігенше жақсылап миксерлейміз. Красный бархат тортына міндетті түрде творожный сыр істеткен дұрыс, дәмі өте керемет болып шығады. Қант ерігеннен кейін сливкімізді құйып, осылай болғанша жақсылап миксерлейміз. Енді тортымызды жинаймыз. Арнайы ыдысқа подложкамызды қойып, үстіне міндетті түрде крем жағып, сонан соң бірінші коржымызды қоямыз. Сонан соң осындай кольцомызды кигізіп, корждарымызды жинайтын боламыз. Тегіс болып шығу үшін. Міне кольцомызды қойып алдық. Енді әр корждың ортасына 3-3,5 қасықтан крем салып отырып, корждарымызды жинаймыз. Осы жасаған креміміз торттың ішіне және сыртына толықтай жетеді. Көріп тұрғандарыңыздай корждарға ешқандай пропитканың қажеті жоқ. Өте жұмсақ және сулы болып пісіп шығады. Достар, менің каналымда бұдан да көптеген видео рецепттер бар. Қарап шығып, өз достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосуыңызды өтінемін. Корждарымызды жинап алдық. Енді бетін пищевой пленкамен немесе клёнкамен жақсылап орап,
холодильникке кем дегенде 4-5 сағатқа қалдырамыз, немесе бір түнге. Сонда креміміз корждарға жақсы сіңіп дайын болып шығады. Мен холодильникте 4 сағат ұстадым. Кальцоны шешу үшін осы видеода көрсетілгендей етіп айналасын пышақпен кесіп аламыз. Сонан кейін ғана кальцоны шешіп аламыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп сыртына кремін тегіс етіп жағып аламыз. Красный бархат тортының қаншалықты кремі көп болса, соншалықты өте дәмді болып шығады. Сол үшін креміне міндетті түрде творожный сыр қосып, көбіректен салуға кеңес беремін. Осындай тегістегіш құралдың көмегімен тортымызды жақсылап біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Мен бұл тортты тапсырысқа жасап жатырмын, сондықтан өкінішке орай мен сіздерге тортты кесіп көрсете алмаймын, бірақ міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады. Міне осымен тортымыз дайын. Сәндеуін әркім өз қалауынша сәндейді, сондықтан сәндеуін түсірген жоқпын. Осы торттың бетінде тұрған шоколадты шариктер және кішкене шоколадтардың жасалу жолын келесі видеоларда түсіріп салатын боламын. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.